Конституциялық сот азаматтардың шешім қабылдау үдерісіне белсене қатысуына жол ашты. Бұл туралы Борабайда өткен 4-ші ұлттық құрылтайда президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Бүгінде елімізде судьяларды даярлайтын бір ғана академия бар. Сот мамандарының имиджін қалыптастыру ісіне шетелдік профессорларда атсалысып келеді. Жоғарғы сот кеңесі жанындағы сот төрелігі академиясы елімізде судьяларды дайындайтын жалғыз оқу орны. Мұнда биыл 97 магистрант білім алып жатыр. Олардың арасында Қызылордадан келген Ерлан Қасқырбайұлы бар. Экономикалық тергеп тексеру департаментінде 15 жылдай қызмет еткен ол судья болуды ұйғарыпты. Қазір төрелік етудің қыр-сырын меңгеріп жатыр. Сот жүйесінің қызметі жалпы заңгер ретінде, заңгерліктің ең биік шыңы ретінде өзім білемін. Өзім солай санаймын. Енді 15 жыл бойы тергеу саласында жұмыс жасап, өзімді осы сот жүйесіне арнасам ба деген әділ сот төрелігін қамтамасыз етуге дайынмын деп есептеп, осы білім алуға бел будым. Сот төрелігі академиясы 2016 жылы құрылған. Мұнда заң саласында білім алған 5 жыл тәжірибесі бар. 29 жастан асқан мамандар ғана қабылданады. Былтыр білім алғандардың 97,8% түрлі деңгейдегі соттарға судья болып тағайындалған. Академияда жыл сайын 60 адамға мемлекеттік грант бөлінеді. Ақылы білім алуға да болады. Мұнда сабақ беретін мұғалімдердің 75% практикадағы судьялар. Профессор Төлеуғали Бурабаев академия арқылы сот корпусын жаңартуға қол жеткізетін болсақ, үмітіміз ақталғаны дейді. Судья тәуелсіз болу үшін заң жеткіліксіз. Судья тәуелсіз болу үшін оның моральдық принциптері болу керек. Оның моральдық ұстанымдары болу керек. Демек, тәуелсіз судья ол адамгершілік жағынан да мығым берік болу керек. Сондықтан да бұл сот төрелігі академиясының ең басты миссиясының бірі болып есептелінеді. Басқа жоғарғы оқу орындарынан, арнайы оқу орындарынан да айырмашылығы осында. Болашақ судьяларды дайындау барысында халықаралық тәжірибе де ескеріледі. Магистранттар Германиядағы Висмар және Ресейдің заң университеті профессорларының дәрісін тыңдап, біліктіліктерін арттырады. Сонымен қатар жаңағы кейстік ситуациялық мәселелерді сол бойынша алгоритмін қалай шешу, қалай қарастыру, сот процестерін қалай жүргізеді ол мемлекеттерде, соны біздің мемлекетте өтіп жатқан сот процестерін, сот реформаларына байланысты салыстырмалы түрде өтеді. Қазақстанның әкімшілік рәсімдік процестік кодексі Германияның әкімшілік рәсімдік заңнамасына ұқсас. Осы күні академияда Висмар университетінің профессоры құқықтық әдістеме бойынша магистранттарға дәріс өтіп жатыр. Ол неміс заңгерлерінің құқықтық нормалары мен талап арыздарды қорғау кезінде судьялардың материалдармен жұмыс істеу тәжірибесімен бөлісті. Мы отмечаем это создание административной юстиции. Біз әкімшілік әділеттің құрылуын оң бағалаймыз. Қазақстанда 2021 жылдан бастап әкімшілік рәсімдік процестік кодекс жұмыс істеп келеді. Бұл елдегі сот жүйесінің жалпы құқық саласының дамуы үшін үлкен ілгерілеу және Қазақстанды көршілес республикалардан ерекшелендіріп тұрады. Сот төрелігін жүргізуде әділеттілік басты қағида. Былтыр өткен судьялардың 9-шы съезінде мемлекет басшысы сот билігі қашанда абыройлы әрі мінсіз болуы тиіс деген еді. Осы орайда академия әділ тәжірибелі судьяларды дайындауды өз міндетіне алған. Аршат Әділжанқызы, Данияр Омар, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.